математика, за окном весна и романтика, закрутила нас жизни суета, разлетелись мы кто куда. Физика, математика, за окном весна и романтика, сердце здесь мое, здесь моя душа, моя школа РФМШ. Бостандықтың Кен Жазық ауданында мектеп бар, РФМШ дейтін Алматыда. Арналған дарынды зерек баласына. Армысыздар, ардақты ата-аналар, аяулы ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірлі жас түлектер. Алтын Ұя мектебінің табалдырығынан үлкен өмірге ұшқалы отырған түлектерімізді құрметпен атап айтқымыз келіп отыр.
Для поздравительной речи и подведения итогов учебного года предоставляем слово директору РФМШ Алматы PhD математических наук Конгожину Алмасу Мухамбетовичу. Қайырлы күн, қадірлі ұстаздар, ата-аналар, қымбатты оқушылар, жас түлектер. Қиындығы мен қызығы мол, тағы да бір оқу жылы артта қалды. Алда жарқын жас, көңіл демалыс, танымсыз еңбек тоқсаны. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, соңғы қоңырау, түлектермен қоштасу мерекесімен құттықтаймын. Ал енді оқу жылының нәтижелеріне тоқталатын болсақ, мектебімізді 1298 оқушы оқу жылын аяқтап отыр. Мектеп қабырғасынан 229 түлек ұшқалы отыр. Олар ішінде 24-і алтын белгі, 27 үздік аттестат үміткерлері. Болып жатқан ұбытқа қарамастан биылғы түлектерден Назарбаев университетіне 11 оқушы, ақш-ға 14, Канадаға 8, Еуропаға 8, Гонконгқа 5, Оңтүстік Кореяға 2, Ресейге 2 оқушы шақырып алып отыр. Жолың болсын, ардақты түлектерім. Дүрсілдеп соғыпта тұр кіп-кішкентай жүректерін. Тәлімді, тәрбиемен білім жиып, жол жүргелі тұрсындар шәкірттерім. Ұмытпаңыз алтын ұя мектебінді, ұстазынды, балалық шақ көктемінді, орындап мақсат міндет арманымды, жасай бер туған елге еңбегінді. Физмат әрқашан олимпиадалардағы нәтижелермен танымал болды. Осы жылы республикалық олимпиадада оқушыларымыз 33 медальға ие болды. Республикалық олимпиаданың қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен үшін ең үздік олимпиадалық мектеп 2021 атағын жеңіп алды. Жыл сайынғы республикалық жасөспірімдер олимпиадасының қорытындысы бойынша мектебіміз командалық есепте бірінші орынға ие болды. Дүниежүзілік пандемияға байланысты дәстүрлі халықаралық жаутыков олимпиадасында оқушыларымыз онлайн қатысып, жақсы нәтиже көрсетіп, 18 медальді қанжылады. В марте этого года в Алматы состоялся заключительный этап 13-й республиканской математической олимпиады имени Эллера, по результатам которой 4 учащихся РФМШ стали призерами, в том числе и абсолютные победители олимпиады. Ставшая традиционной Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и Международная математическая олимпиада «Шелковый путь» прошли в этом году также в онлайн-режиме. 10 учащихся РФМШ Алматы завоевали 1 диплом первой степени, 7 дипломов второй степени и 8 дипломов третьей степени. 24-ші Балкан математикалық олимпиадасында 11-ді сынып оқушысы Сакенов Батырхан қола медалін иеленді. На Европейской олимпиаде юниоров по информатике по результатам 2 туров ученик 9 F класса Ли Ван показал отличные результаты, занял абсолютное 5-е место среди 92 участников и завоевал золотую медаль. Уже второй год функционирует Физматхат, который показывает отличные результаты. В конкурсе N-Explorer Challenge от компании Shell 2 команды РФМШ «Стартап» и «Серебряные орлы» стали победителями конкурсной программы N-Explorer Challenge. 2 команды Физмат Heroes и Survivors 2021 вошли в 7 лучших работ. Өзімнің және мектеп әкімшілігі атынан мұғалімдер мен мектеп ұжымына жаңа форматтағы үйлесімді онлайн сабақтарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Мектеп қауымдастығының беделді мүшесі ата-аналарға оқушылардың шыдамдылығы мен қолдауларыңыз үшін рахмет. Мектеп кеңесі мен қамқоршылық кеңесіне, эндаумент қорына, мектеп жобаларына жан-жақты қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. По традиции Физмата в конце учебного года мы отмечаем педагогов, проявившихся в этом текущем учебном году. И в номинации «Лучший тренер» награждается Султанов Ескендер Маратулы, Мамышев Бақыт Жанасулы. В номинации «Лучший молодой учитель» награждается Мамутов Мусабек Сапахович и Султан Рамазан Маратулы. Поздравляю. В номинации «Лучший учитель года» награждается Серикбаева Шынар Байтуяковна и Алғазы Серик Сабитулы. Шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Последний звонок подводит черту и ставит точку в учебном марафоне со всеми его уроками и переменными, контрольными и домашними заданиями. В конце учебного года хочу вам пожелать продуктивного отдыха, чтобы вы набрали сил для новых свершений. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге тек қана мықты денсаулық, мерейлі мақсат. Жазғы демалысты жақсы өткізіп, амандықпен кездесейік.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Сходит с ума весенний ветер теплыми ночами. Ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою, чувствуешь и знаешь, что у тебя за спиною. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки сложно ни год и ни два забыть. Знаешь, понимаешь, видишь, все, кто был с тобою, разбегутся друг от друга. Новый мир открою, все сданы учебники. Фото ты снимаешь, первые каникулы, ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки сложно ни год и ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь сменила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. И все-таки школа, мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан ата-анадан бата алады. Ұрпағына айтсып деп ақ тілегін, ортаға шақырайық ата-ананы. Сөз кезегі 11 сыныптар ата-аналарының атынан Искулова Гулжан Шадияровнаға беріледі. Армысыздар, құрметті де аяулы ұстаздар. Мектеп бітіруші түлектер, ата-аналар. Баршаңызды салтанатты соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мінекей, алтын ұя мектебімізбен қоштасатын сәтте келіп жетті. Мектеп қашанда ізгілікпен
жақсылықтың, парасат пен руханияттың, білім мен мәдениеттің ортасы. Мәртебесі биік, киелі қара шаңырақ, физика, математика мектебі талай білімді, дарынды шәкірт дайындап жүрген қасиетті білім ордасы. Олай болса, физика, математика мектебіне мың алғыс айтамыз. Алты алаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздікі деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, ұстаз еңбегі әрқашан ең ұлы еңбек. Шәкірттерін заман талабына сай біліммен қаруландырып, жүректеріне адами қасиеттер сіңіріп, нағыз интеллигент, дарынды шәкірт дайындап отырған физика-математика мектебінің ұстаздар ұжымына мың алғыс айтамыз. Еңбектерің жемісті, дарынды шәкірттеріңіз көп болсын. Өмір атты үлкен жолға жолдама алғалы отырған жас түлектер. Чемпион жаттығу залында пайда болмайды. Адамның ішкі құлшынысы мен арман мақсаты чемпион туғызады. Олай болса, армандарың асқақ болсын. Арманға жету жолындағы ең алғашқы қадам ол мақсат қою. Олай болса, мақсаттарың айқын болсын. Өмірдің түрлі белестерінен сүрінбей өтіңдер. Тәуелсіз еліміздің бір кірпіші болып қаланыңдар. Сәт сапар, жас түлек. Білімді шәкірттерін аялаған, жақсылығын ешкімнен аямаған. Саялы бақ жанашыры жас ұрпақтың, ұстаз деген аяулы ардақты адам. Сөз кезегі Сабыр Тоякбаевичке беріледі. Ұстаздар, ата-аналар, шәкірттер, биылғы оқу жылының аяқталуына байланысты бүгін қоңырау соғылу мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бұл бүгінгі соғылатын қоңырау 11-ші сынып оқушылары үшін соңғы қоңырау. Сіздер шамал уақыттан соң түлектер қатарынан табыласыздар. Сіздердің барлықтарыңызға
арман тілектеріңіздің жүзеге асыруына тілектеспін. Арман ақыл ойдың шыңға шығу жолында сіздерді тайғақ кешулер, алуан түрлі жолдар күтіп тұр. Сіз солардың барлығын басып өтулеріңіз керек. Алға ұмтылыңыздар, кітапты көп оқыңыздар. Біздің мектептің мұғалімдерінің сіздерге берген фундаменталды білімі сіздерді әрқашанда ең таңдаулы деген жоғарғы оқу орнының қатарына көрінуге көмектеседі. Сіздердің Қазақстан елін ең дамыған мемлекет қатарына қосуына сіздердің де зор үлес қосады деген тілектеспіз. Жолдарыңыз ашық болсын. Для поздравительной речи и торжественной передачи ключа приглашаются президенты школьного самоуправления текущего и будущего года, ученик 11 Б класса Исмаилов Бугенбай и ученица 11 Е класса Ахметбек Алина. Құрметті мектеп ұжымы және мектеп оқушылары, сіздерді 2020-2021 оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Әлемді жаулаған індетке қарамастан, бізді білім нәрімен сусындатып, білім беріп, парасаттылық пен қайраттылық таныта білген ұстаздарымызға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Сіздерге ең алдымен зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс және ұзақ ғұмыр тілеймін. Ал оқушыларымызға келер оқу жылында да, болашақта да тек сәттілік. 2020-2021 жылғы оқу жылының түлектері. Сіздер мықтылардың мықтысыздар. Қиыншылықтарға қарамастан шыдамдылық танытқандарыңыз үшін сіздерге рахмет. Сіздердің биік белестерден көрінетіндеріңізге мен сенемін. Біз біргеміз. 2020-2021 оқу жылы әлемді жаулаған індетке байланысты оңай өткен жоқ. Осы уақытта мектеп кеңесі оқушылармен бірге қойылған жоспарлардың барлығы орындалмағанын ескере отырып, алдағы оқу жылдарында мектептің ішкі істеріне араласатын болып шештік. Өткен оқу жылының мектеп президенті ретінде мектебіміздің жаңа президенті Ахметбек Алинаға алтын кілтті табыстай отырып, сәттілік тілеймін. Мен сіздердің бірліктеріңіз бен жауапкершіліктеріңізге сенемін. Поздравляю всех с окончанием учебного года. Этот год был достаточно непростым, но вы справились, и вы все большие молодцы. Желаю вам продуктивно провести летние каникулы и помнить, что в следующем году вас ждут еще большие награды и успех. Қоштасады алтын оя мектебім, маңдайынан сипап өтер көкте күн. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін. Сонымен 2020-2021 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялаймыз. Қош сау болыңыздар. Жайқалдың көктебім, үстермен мен үстер. Таңгенстер сен үстер, жаздарын жаяр қанат, гүлім нұрын шашқан, бізді
Кажется, совсем недавно в школу мы пошли с тобой. Было грустно и забавно в школьных стенах день деньской. Солнце весело светило, улыбаясь по утрам. Хорошо все это было, но пришла пора расстаться нам. Школьные годы, они как птицы летят. Школьные годы, увы, не вернутся назад. На уроках нас учили строгие учителя. Мы старались, мы зубрили школьные задания. Ожидая перемены, ты вертелся и пыхтел, и, не зная теоремы, робко на учителя глядел. Школьные годы, они как птицы летят. Школьные годы, увы,